Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бауырдан торт жасайтын боламыз. Бауыр тортымызға ең алдымен бауыр қажет болады. Бауырды майда бөліктерге бөліп, ыдысқа саламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқа қосамыз, 1 стакан сүт және де 3 ас қасық сұйық май қосамыз. Оның үстіне 1 чай қасық тұзымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Блендердің көмегімен араластырамыз. Ручной блендермен езген кезде бауыр іртік-іртік болып қалғандықтан осындай блендерді да пайдаландым. Блендердің көмегімен барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін оны үлкен ыдысқа құямыз. Оның үстіне ұнды қосамыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Ұн қалып қалмауы қажет және де іртіктер болмауы қажет. Енді біздің табамызды қыздырамыз. Оның үстіне сұйық май құямыз. Табамызды жақсылап қыздырып болғаннан кейін оның үстіне ожаудың көмегімен құйып, блинчик секілді екі бетін айналдыра пісіріп аламыз. Екі бетін аударып пісіріп аламыз. Дәл осы ретпен барлығын пісіріп шығамыз. Барлығын пісіріп болғаннан кейін бауыр тортының арасына салатын салмасын дайындаймыз. Ең алдымен табамызға майымызды құйып қыздырып, оның үстіне пияз саламыз. Пиязды жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымыз қызарып бастаған кезде оның үстіне үккіштен өткізілген сәбізімізді қосып, жақсылап қуырамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Міне біздің бауыр тортымыздың арасына қосатын салмамыз дайын болды. Дәл осылай жасайсыздар. Бауыр тортының арасына жағу үшін бізге сарымсақ және де майонез қажет болады. Сарымсақты үккіштен өткіземіз және де оның үстіне майонез қосып жақсылап араластырамыз. Барлығын дайындап болғаннан кейін енді бауыр тортты жинауды бастаймыз. Әр бауырдың арасына майонез бен сарымсақты жағамыз, барлық жеріне тигізіп біркелкі етіп жағып шығамыз. Оның үстіне салмасын саламыз, яғни қуырылған сәбіз бен пиязымызды салып шығамыз. Дәл осы ретпен бауыр тортымызды жинайтын боламыз. Егер сіздерде осы рецепт бойынша сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетсеңіздер болады, міндетті түрде жауап беретін боламын. Егер сіздерге осы рецепт ұнаған болса, осы видеоға лүпіл басып және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менің каналымда басқа да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Міне біз бауыр тортымызды жинап болдық. Енді ең үстіңгі бетіне де майонез бен сарымсағымызды жағып шығамыз. Міндетті түрде барлық жеріне тигізіп, жеткізіп жағуымыз қажет. Енді оның үстіне қайнатылған 1 жұмыртқаның сарысы мен ағын үккіштен өткізіп, бетін сәндейтін боламыз. Жұмыртқаның ағын үккіштен өткізіп болғаннан кейін оның үстіне сарысын үккіштен өткізіп қосамыз. Сіздер өздеріңіздің қалауларынша бауыр тортын сәндесеңіздер болады. Мен осы әдіспен сәндеп шыққан болатынмын. Және бауыр тортының шет-шеттеріне укроп, яғни ас көкті қосып шықтым. Осы рецептпен бауыр тортын жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!